Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге 3 түрлі тәтті дайындайтын боламыз. Олар яғни 30 цифралы вупи-пай торты, картошка пирожныйсы және де красный бархат торты. Бұл видеоның ең қызығы, біз бұл 3 тәттіге де бір кремді қолданатын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Ыдысымызға жұмыртқаларды салып, шым-шым тұз саламыз, миксерлеуді бастаймыз. Аз-аздан қант салып, жұмыртқалы массамыз 2 есе ұлғайғанша, аппақ масса болғанша миксерлейтін боламыз. Бұл аралықта ұн, какао разрыхлителді өлшеп дайындап қоямыз. Және де шоколад пен сары майды ертіп дайындап аламыз. Мінеки жұмыртқалы массамыз 2 есе ұлғайды. Енді бұған шоколад пен еріген майды жаймендеп құйып миксерлейміз. Миксерлеуді тоқтатпаймыз, өйткені шоколадты масса ыстық болғандықтан жұмыртқалы масса отырып қалуы мүмкін. Сол үшін де миксерлеуді тоқтатпаймыз. Енді құрғақ массаларды сала бастаймыз. Ұн, какао, разрыхлитель бәрін араластырып салып, біркелкі масса болғанға дейін миксерлейміз. Бұл аралықта пешімізді 200 градусқа қыздырып қоямыз. Қамырымыз дайын болды. Енді оны қапшыққа салып, мен пергамент қағазына 3 және 0 деген цифраларды жазып алғанмын. Соның бойынша қамырды құйып шығатын боламын. Және әр қайсысын 10-10 минуттан пісіріп алатын боламыз. Мінеки қамырларды пергамент қағазына құйып алдық. Енді коржымыз дайын болғанға дейін кремді дайындаймыз. Творожный сырға сахарный пудраны салып, біркелкі масса болғанға дейін миксерлеп аламыз. Одан кейін сливкені қосып, жақсылап крем дайын болғанша миксерлейміз. Одан кейін дайын болған корждарды шетінің артық жерлерін сандарды қойып тағы бір кесіп дайындап аламыз. Және дайын болған кремдерді қапшық пен насатканың көмегімен тортымызды жинайтын боламыз. Міне крем осындай өте қою болған. Тортымыз өте әдемі шығатын болады.
Мінекей, тортымыз дайын болып қалды. Ең беткі коржына азғана крем жағып, тоңазытқышқа 2-3 сағатқа қалдырамыз. Одан кейін сливки мен шоколадтың көмегімен ганаш дайындап, тортымыздың бетіне құйып шығатын боламыз. Бұл аралықта сәндеуге арналған заттарымызды дайындап қоямыз. Мен бұл торт үшін Орео печеньесі, альбене шоколадтары және қарапайым глазурды ертіп, шоколадты плиткалар дайындадым. Одан бөлек сұр түсті моншақтар мен кондуринді пайдаландым. Міне осындай өте әдемі, өте дәмді 30 цифрлы тортымыз дайын болды. Енді келесі картошка пирожныйымызға кірісеміз. Дайын вупи-пай корждарын қолымызбен үгітіп аламыз, немесе блендермен үгітіп алуға да болады. Оған дайын кремді қосып, біркелкі масса болғанға дейін араластырып аламыз. Өте тез дайын болады. Дайын болған тестаны 16 диаметрлі формаға салып, тегістеп шығамыз. Міне қасықтың көмегімен жақсылап тегістеп, тоңазытқышқа 2-3 сағатқа қалдырамыз. Одан кейін шоколадты қапшыққа салып ертіп, пирожныйымыздың бетін сәндейтін боламыз. Шоколадты құйып, одан кейін түрлі түсті кәмпиттерді пайдаландым. Кәмпиттерді шоколадтың үсті жағына сеуіп, одан кейін кондурин сеуіп әрледім. Өте әдемі, өте дәмді картошка пирожныйсы дайын болды. Ал енді красный бархат тортын дайындауға кірісеміз. Ең алдымен айранға қызыл түсті бояуды салып, араластырып қоямыз.
Одан кейін еріп тұрған сары майымызды ыдысқа салып, оған қант қосып, біркелкі масса болғанға дейін миксерлейміз. Сары майымыз бөлме температурасында тұрғандықтан өте тез қантпен араласып кетті. Енді бұл массаның үстінен айранды құямыз. Тағы араластырып аламыз. Разырғыделді саламыз, какаоны саламыз, миксерлейміз. Електен өткізілген ұнды 2-3-ке бөліп салып миксерлейміз. Мінеки барлық ұнды салдық. Енді ең соңында жұмыртқаларды салып, тағы бір рет миксерлейтін боламыз. Қамырымыз дайын болды. Пешімізді 170 градусқа қыздырып, дайындап қоямыз. Дайын болған қамырды 16 диаметрлі формаға салып, фольгамен орап, 170 градуста 40-45 минутта пісіріп алатын боламыз. Мінеки коржымыз дайын болды. Оны 3-ке бөліп, суытып қоямыз. Корждар суыды. Енді тортты жинайтын боламыз. Подложкаға азғана крем жағып, үстінен бисквиттерді салып, тортты жинаймыз.
Міне, тортымыз жартылай дайын болып қалды. Бисквиттерді жинап болғаннан кейін тортымызды 4-5 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Қуырыждан артылған бисквиттерді мен үгітіп дайындап қойдым. Мінекей 4-5 сағаттан кейін тортымызды тоңазытқыштан шығарып, үгітілген бисквитті шеттеріне сеуіп шықтым. Яғни сыртына барлық жеріне үгітілген бисквитті сеуіп дайындадым. Бетіне кремді жұлдызшалы насатканың көмегімен жағып, шоколадтармен, моншақтармен әрлеп шықтым. Ең соңында кондойын септім. Өте әдемі, өте керемет. Дәміне сөз жоқ. Торт дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде менің рецепттерім бойынша дайындап көріңіздер. Видеоларымды көріп, лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.